Қалай, денсаулықтарың қалай, көңіл күйлерің қалай? Балалар, бүгін біз сендермен сауат ашу негіздерін сабағы болады. Біздің бүгінгі оқу қызметіміздің тақырыбы ж дыбысын қайталау және бекіту. Мақсатымыз ж дыбысымен әрпін туралы түсініктерін қалыптастыру. Ондай болатын болса, кәне балалар, шаттық шеңберімізден бастайық. Күннің көкке шуақ шашылсын, құтты қонақ келіпті, төрімізге еніпті, амандасы үлкенге, тәрбиенің басы ғой, ал қанеки бәріміз сәлем дейік үлкенге. Қайырлы таң, доброе утро, good morning. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Балалар, біз сендермен өткен оқу қызметіне қандай дыбыспен таныстық? Ж әрпімен өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Ондай болатын болса, балалар, кәне бәріміз экрандағы ж дыбысына қарайық. Ж дыбысы балалар қандай дыбыс? Дауыссыз дыбыс екен, өте жақсы айттыңдар. Ал балалар, ж дыбысы ұяң дауыссыз екен. Ол сөздің басында, ортасында және аяғында кездеседі екен. Ж дыбысы қандай текшемен белгіленеді екен? Көк текшемен. Өте жақсы. Балалар, келесі суретке қарайық. Балалар, бұл жерден сендер қандай суреттерді көріп тұрсыңдар? Ал бәріміз бірінші суретке қарайық. Бұл жерде жүгері берілген екен. Дұрыс айтасыңдар. Жүгері сөзінде балалар ж дыбысы қай жерде кездесіп тұр екен? Сөздің басында. Дұрыс айтасыңдар. Ал екінші суретке қарайық. Бұл жерде көжек сөзі бар екен. Көжек сөзі балалар ж дыбысы қай жерде кездесіп тұр? Ортасында. Дұрыс айтасыңдар. Ал үшінші суретте морж. Бұл жерде ж дыбысы қай жерде тұр екен? Сөздің соңында тұр екен. Өте жақсы. Ондай болатын болса, балалар, кәне бәріміз осы суреттің астындағы сөздерді оқып көрейік. Жақ. Екіншісі жас. Жаға. Өте тамаша. Ал балалар, кәне бәріміз бірге тағы қайталап жүрейікші. Жақ, жас, жаға. Өте тамаша. Ал ондай болатын болса, балалар, жүгері сөзін буынға бөліп көрейікші. Жүгері. Неше буыннан тұрады екен, балалар? 3 буыннан тұрады екен. Өте жақсы. Ал енді көжек сөзін бөліп көрейік. Көжек. Неше буыннан тұрады екен? 2 буыннан тұрады екен. Өте жақсы. Ал енді балалар, морж сөзін бөліп көрейікші. Морж. Бірақ буыннан тұрады екен, е балалар? Өте жақсы. Балалар, жарайсыңдар балалар. Сендер бұл тапсырманы дұрыс орындадыңдар. Балалар, біз енді сендермен әліппеде ж дыбысы туралы сөздерді қайталаймыз. Осы сөзде балалар ж дыбысынан бірнеше сөздерден талдау жасаңдар. Одан кейін балалар экрандағы жетілақ ертегісін тыңдайық. Ал енді балалар, сау саламатта болыңдар. Келесі кездескенше көңіл күйлерің өте жақсы болсын. Балалар, әр тағам соңында қолымызды жууды ұмытпайық. Сау болыңдар балалар. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сіздермен әліпбиді оқуды бастаймыз. Бұл кітап әріптер мен сөздердің сиқырлы әлемі деп аталады. Кітап жай кітап емес, сиқырлы кітап. Енді балалар, мұқият зер салып қараңыздар. 1, 2, 3. Ж әрпі. Ж әрпі. Жіп. Жіп.
жол, жол, жаз, жаз, жел, жел, жаңбыр, жаңбыр, жапырақ, жапырақ, жастық, жастық, жапалақ, жапалақ, жұмыртқа, жұмыртқа, жолбарыс, жолбарыс, жүгері, жүгері, жүзім, жүзім, ж әрпі. ж әрпі. Жетілақ. Ертеден бір ешкі жетілағымен орманда тіршілік етіпті. Бірде ешкі орманға жиналыпты. Есікті ешкімге ашқандар. Мен қайтып оралғанда есікті қағып, лақтарым, шынақтарым, есікті ашыңдар, аналарың сендерге сүт әкелді, деп ән саламын. Осы кезде ешкі үйінің маңында қасқыр жемтік іздеп жортып жүрген. Ол лақтырды, алдамақ болды. Қасқыр ешкінің кеткенін күтіп, лақтардың ешкімнің қарауынсыз қалған сәтін аңдыды. Қасқыр ісмер адамға келіп, жіңішке дауыспен ән салу үшін тамағын қағып беруін сұрады. Ісмертан тамаша болды, бірақ тамағын қағып оның дауысын жіңішкертті. Қасқыр ешкі үйіне жақындап келіп, есігін қақты. Сонан соң жіңішке нәзік дауысымен: лақтарым, шынақтарым, есікті ашыңдар, аналарың сендерге сүт әкелді. Лақтар есікті ашты. Жауыз қасқырға керегі сол еді. Ол үйге баса көкте кемере кірді де лақтарды бірінен соң бірін ағытып алды. Тек бір лақ қана тағылып үлгерген еді. Сүркия қасқыр жетінші лақты ұзақ іздеді, бірақ таба алмады. Ешкінің келетін уақыты болып қалған болатын. Сондықтан ол зыта жөнелді. Ешкі үйіне келсе, есік әрқара ашық жатыр. Үй ішінде ешкім көрінбейді. Пеш ішінен бір лағын тауып алды. Ешкі басына түскен қайғыдан көз жасын көк қалып, зарлы үнімен зырлап жылады. Лақтарым, шынақтарым, күлге біткен қорақтарым, есікті ашып, қасқырға жем болдыңдар. Ешкі қасқырға келіп: сен бе менің лақтарымды жеп қойған? Сенің лақтарыңды жеген жоқпын. Жемегеніңді дәлелде, кел. Екеуміз мына ордан секірейік. Егер сен менің лақтарымды жемесең, онда оны секіріп кетесің. Қампиған қардымен ордан секіру қасқырға кейін түсетіні белгілі ғой. Амал қанша? Секірді, бірақ өзін-өзі ұстай алмай, тура ыстық шоқтарды бар орға құлады. Қарны жарылып, одан құлан таза лақтар ұрғып шықты. Олар аналарымен шұрқырасып табысты. Сөйтіп, ешкі лақтарымен бұрынғыдай ауыз бірліктері күшті, ынтымақты өмір сүріпті.